Келесі тыңдайтын ертегілеріңіз Қарлығаш пен Дәуіт. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамыстанып күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмелеп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп, балапандарын қорғаудың амалын іздейді. Көкектен көмек сұрай келеді. Көкек сонда бүркіт қонаққа шақырды. Соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ деп жауап береді. Одан шығып қарғаға келеді. Қарға, мен үйленгелі жатырмын, мазамды алма деп жауап береді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен дауысын естіп, «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. Сонда қарлығаш, «Жауыз жылан балапандарымды құртпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмей ұшып жүрмін» деп, қарлығаш көзінің жасын төгіп жібереді. «Олай болса, мені тез жеткіз» дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт қарлығаштың жотасына шығады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе, балапандардың көзін жойып, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп, жерге құлап, мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүрген екен.